Қайырлы кеш, құрметті достар. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Ұлдар емес командасындағы Зарина ханым. Все, бастай берейін ба? Иә? Бастап қойдық біз. Все. Ал, Марат, наконец-то Неге мен наконец? сұхбатыма қош келдің. Соңғы рет сенімен 2020 ма, 2019 жылыма сұхбаттасқан екен. Карантинге дейін шығар. Карантинге дейінгі жылдары. Содан кейін міне араға 6-7 жыл салып кездесіп отырмыз. Жалпы қалайсың? Жалпы көріп тұрсың ғой, жақсы. Біреулер қазір асып кетсе тыныштық қой деп сұрайтын болды ғой, толып жатыр, нормально. Сен сол кезде керісінше бір ПП-да отырып, арықтап, Иә. сондай болып жүрген едің. Жаңағы ПП дұрыс екен деп Инстаграмда. Ауырып қалдым кейін просто. Неге? Қандай ауыру? Бірден асып кетуге болмайды екен ғой, оказывается. Жай тастау керек ті. Бірден 32 килограмм тастаймын, ауырып қалдым. Печень ба, қандай? Бәрі ауырады ғой. Жоқ, печень емес, почкадан бастайсың ғой бірінші. Почка май басып қалады, сол түседі. Көп қой енді, онда плюстары көп, минустары да көп. Көсемесің командасы 20 жылдан кейін, 20 демей қойған, 15 жылдан кейін қайта бас қосып, кино түсірді. Қазір енді біраз адам ол туралы естіп біліп жатыр. Осы кинодағы сенің рөлің, үлесің, кімсің сен жалпы бұл жерде? Ешкім істесең. Былай ғой, негіз, білмеймін енді есімнен негіз түспеуім керек еді ғой бұл киноға мен баста. Түспегенде қалай, бір ұрыс-кершілік бір бәледе емес, уақыт бойынша. Менде қазір айта беруге болады, бірақ аттарын атамай қояйын, бір кісілер алғашқы жарнасын беріп, былайша айтқанда бір жақсы сумма, короче. Пока сценарийді бастай беріңдер, давай киноға кірейік деп, инвестор болып кірген ғой. Сөйтіп оның съемкасы примерно уже августтың соңында басылып кету керек болған тұғын. И балдарға түсіндіріп айттым, міне осындай жұмыс істеп жатырық. Ол жерде енді как продюсер ретінде кіруім керек болған. Кіріп уже бәрімен келісіп қойғанбыз. И основной транш келу керек болған сентябрьдің басында. Сол түспей қалды, сосын балдар айтты, қайтып шықты. Қалай болады? Бірге ұра берейік та, анау деді. Сосын давайте дедім. Сосын жазып қойған, уже барлығын дайындап қойған кезде келдім ғой мен. Барынша әйтеуір маған берген рөлді енді сәл өзгертесің ғой өзіңе. Өзіңе ыңғайлы қылып, кейбір жерлерде сөздерін, кейбір жерде бір образдағы бір мінезін деуге болады. Актердің мінезін, несін сәл тураладық, түстік. Нормально. Жаңа сен айтқанда есіме түсіп жатыр. Ең басында негізі жігіттер Алматыға келген кезде біз Маратты үйлендіреміз деп келген болатын. Өмірде емес, кинода. Ол бастапқы идея негізі сондай туған. Біз балдарда енді басқа интервьюларында айтты ғой. Жиналған кезде, давайте сондай сол темада қойып көрейік. Ол тема енді бұрыннан бар негізі, ол даже сол Пәренчиевтер деген сериалдың 4 сезонына түстім ғой мен. Соның негізгі 5 сезоны болмай қалды, бірақ болған кезде, сол кезде сондай әңгіме бар тұғын, что ол темада да мен бойдақ, постоянно сөз естейтін, жасы 30-дан асқан, банкир, кейін зам әкім, әкімнің көмекшісі, то есть. Зам әкімнің көмекшісі ма, әкімнің көмекшісі ма, сондайдың көмекшісі ойнағам. Сол жерде де тема, ол үйлену туралы болғанда, и 5 сезонда тоже типа Марат үйлендірейік, той істейік, оның өзі бір 4-5 серия ғой деген сияқты қып. Сондай идеялар ол кезде болған, ол карантинге дейінгі болған нәрселер ғой. Сосын тағы да 1-2 жерде болды. Сен үйленуге қатысты бар. И жиналған кезде сондай давай Маратты үйлендірейік. И айтып жатырмын ғой жаңағыда мен өзімнің темаларым шықты да. Балдарда деген нақты мынандай ответ болмады ол кезде. Точно түсіреміз деген. Сосын жігіттер онда басын негіз бастағанбыз бірге, бірақ айттым түсіндіріп. Бұл бір табан астында болып кеткен дүние емес та ол. Мен ол нәрсеге, жаңа продюсерлікке неге бір өмірім жартысын берген шығармын, соған келе жатып, и уже болды шешілді деп, нормально сумма бөлініп, сценарийін бітіріп қойғанбыз, кстати. Дайын тұр сценарийі бәрі. Комедия? Иә, ол бір 80%-ке комедия ғой. 20%-ке жылату емес, сразу айтып қояйын, андай.
поучительный. Жаңа енді айтып жатырмыз ғой, Маратты үйлендіру туралы кино деп өзің де айтып жатсың, үйленіп жатсам деген сияқты. Не істейік? Үміттенейік пе, үміт үзейік пе? Жоқ, мен соны таң қаламын мысалға да. Мен білемін енді сендер жандарың ашиды. Қазір айтасыңдар, ой, біздің де жанымыз ашиды ғой, сені көргіміз келеді, үйлену той, анау мынау деп ше. Шаш билегім келеді кәдімгідей. Мен сені шақырмаймын ғой мысалы тойға. Есік теуіп кіремін ғой мен Марат. Андай ғой, әркімнің өзінің жеке басындағы проблемасы, ол өзінің жеке ойы болып қалу керек деп ойлаймын. Мысалға, мен үйленбей жүргенімді проблема көретін адамдар, лучше Қазақстанда көп қой басқа да проблемалар, соны шешкен дұрыс деп ойлаймын. Жүрегімдегі адам таппай жүрген шығарым. Может, тауып қойып сендерге айтпай қойған шығармын. Мысалға да, ол нәрселер де бар ғой, қазіргі заманда еш нәрседен таңғала қоймайды. 12 жылдан кейін де әйелін көрсетіп жатқандар бар ғой. Или ерте үйленіп кетіп, ерте ажырасып кетіп жатқандар бар. Одан гөрі өз адамды тауып, лучше мәңгілік сонымен өмір сүретіндей адамды іздеп жүрген шығармын. Сен тұрмыста болған, ажырасқан келіншекке үйленер ме едің? Баласы бар. Ол дұрыс емес сұрақ деп ойлаймын. Неге? Мен білем бұл сұрақтың қаяқтан бұның еш шығып жатқаны, естігем де көптеген подкасттардан. Мынандай ғой, олай бөлу дұрыс емес деп ойлаймын. Әйел адамды ма? Әйел адам, сіздер әйел адам бола тұра сөйтіп бөлесіздер да. Үйленген, тұрмысқа шыққан, бала шағасы бар. Сіз уже қазір тұрмыс құрмаған, баласы жоқ қызбен өмірді көрген, бала шағасы бар қыз деп екіге бөліп тастабасыздар да, оның өзі уже дұрыс емес деп ойлаймын. Қыздар, он green flag. Мен негізі green flag деп айта алмаймын. Көп жерде де red flag деп айтамын. Өйткені red flag арналған бір 5-6 сұрақ бар екен. Вообще ұнаған жоқ ана сұрақтарды ше. Сен, егер сенің әйелің сенсіз шетелге кетем десе, қош деймін да, ондай сұрақ жоқ қой. Шетелге кетсе өзінің ақшасына кетейін деп отқан жоқ қой ол. Шетелге кетсе күйеуінің ақшасына кетеді, күйеуі береді, значит, уже green flag қой. Қазір шығады, тағы өзіміз тауып отырық деп. Таба берсін. Өзіміз тауып отырық дегеннің өзі ошибка ғой. Сен бір семьяда күйеу тауып отыр ма, ел тауып отыр ма, ол семья ғой. Ол семьяның банкіне кететін нәрсе. Общий. Қыдыра ма, қыдырмай ма, ол да өздері көреді. Сосын жаңағыдай бөлу менің ойымша дұрыс емес ол. Көп қой, 4 баласы бар, 5 баласы бар, даже 1 баласы бар деп атасыңдар ғой, жаңағыдай өздерің айтып жатсыңдар ғой. Өмір сабағы сондай болған шығар. Или қайтыс болып кетті күйеуі, че? Ол қайтыс болып кетсе өмір бойы бойдақ болып өту керек деген заң жоқ қой. Может, бойдақ жігітпен екеуін тіл табысып, мықты ары қарап өмір сүріп кететін шығар. Бізде сосын байқайсың ба, Қазақстанда ажырасса қатты хейт болады да. Ал баласы бар әртістер әсіресе, мен өнерге қатысы жоқ адамдар деп жатқан жоқпын жалпы. Өнерге қатысы бар адамдар үйленіп, бақытты, зор семья болып кеткендер туралы вообще ешнәрсе жазбайды ғой. Бірақ көп қой ондайлар. Иә. Бір-екеу демеймін, көп. Иә, қаншама жігіттер. Қаншама жігіттер, мысалға, нормально өмір сүреді. Не сол туралы айтпайсыңдар. Міне, молодец, красавчик деп. Бір-екі рет айтады, қояды. Бізде Қазақстанда негізі басынан хейтке біз жақындаумыз ба, сондай андай бір. Негативқа жақын. Негативке жақындау болып тұрамыз ғой. Қазірдің өзінде мысалға жазады ғой, жардай болып отырып алып не айтып отыр деп. Өзінше болып отыр деп па? Бар болған екен жейміз, бар болған екен толамыз да. Аллаға шүкір. Көп комментарий оқыдым сондай. Сен азбайсың ба, айтымға барсайшы, айтым ба, жігіттің аты? Азам дейтін адам айтымға бармай қазады. Жалпы жаңа басында айтып кеттің ғой, мен ауырдым, тым көп салмақ тастауға болмайды екен деп. Содан кейін сен әрекеттенбедің ол жаққа. Жоқ. Қалай болды? Қалай айтсам, тым артық салмақ тастау болмайды емес. Болады өз мөлшерімен, өз уақытысымен. Бірден тастауға болмайды деген да. Саған рекорд та, мысалы, мен 2 айда 32 килограмм тастадым. Конечно, иә. Мысалы, сол кезде сондай болды. Ол мен Инстаграм парақшаларымда да бар, басқа жерде де. Понимаешь, егер мен сол кезде тоқтамай, мен ол кезде бірінші спортқа тастаған кезінде өзіне спортқа барып жүрдім, все нормально тұғын. Спортты қалай тастадым, 1 айдың ішінде ауырып қалдым сразу. Дисциплина болмай қалды ма? Дисциплина жоқ.
айтпа біз түн уақытында жүреміз, қонақтар келіп қалады, үйтеді, бүйтеді, анау бар, мынау бар. Сонымен жөндеп ұйықтамайсың. Негізі есі дұрыс адам кешке ұйықтап қалу керек иә, қой. ұйқы ең бірінші Ұйқы, мелатонин бөлетін. оказывается, бірінші сол екен да. Ұйқымыз дұрыстамай, басқа жағынан дұрыстамай, денсаулық дұрысталмайды деп ойлаймын. Ну, не знаю, мне так комфортно, нормально. Қазір комфортно. Иә. Жаңағы айтымға бару туралы негізі ойлап едім. Киноның да как будто бы пиарына, жаңағы рекламасына Маратты айтымға жібергенімізді күшті болар ма еді деп бір ой келді маған. Бірақ оны Сен байқап ары отырсың қарай ба, қуаламадым да. түсінемін ғой, егер біз хайп іздесек, көсемесінде балдар болып, быт болып, ұрысып, бір ақшаға маталасып, киноның алдында бір қырылып алатын ек та. Ойбай, айналарға барайық, болмаса басқаша хайп, ешқандай хайп қуып жатқан жоқпыз. Негізі иә. Зачем? Бізді сағынып, бізді сыйлап келетін көрермен келеді. Бұйырғаны. Алла тағала қалай жазылып тұр, солай. Касса жинай ма, жинамай ма, ол да емес. Мен ойымша, артымыздан әйтеуір көсемесін деген бір кино қалдыру да. Кино қалса болды емес пе? Ертең бала шағамыз бар, басқамыз бар, айтып жүреді мені осындай деп. Сол үшін істелініп отқан дүние деп ойлаймын өзім. Үйленуге қатысты. Жарайды. Кетпейін десе Достарың айтады, иә, біз арасында жазамыз, айтамыз, әзілдеп айтамыз, мақұл. Үйіңдегілер ше, мама, папаң айтады. ұрсып айта ма қазір әлде? Ешқашан ұрысқан емес. Я дұрыс. Зачем айтшы? Ағаң үйленген, ол кісінің баласы. Екі баласы бар. Екі баласы бар. Бір қыз, бір баласы бар. Енді андай әкеші немере деген сияқты әңгіме айтатын шығар, қашан болады, қашан. Олар да өсіп қалды, жақында үйленетін шығар. Олар да өсіп қалды, жақында үйленетін шығар. Ағаңның балалары ма? Солардың тойын, қызметін атқарып барып үйленем десе. Жоқ, әңгіме одай емес. Қазір енді анау деу мүмкін, мынау деу мүмкін. Жақын адам таппай жүрмін просто, наверное, болды. Жақын адам болу керек ол үшін. Қандай адам сен жақын? Әңгімем жарасады. Қандай болатын адам? Қандай адам болу? Тек әңгімем жарасатын болды. Бірақ сен мысалы қарашы, саған мынандай нәрсе да енді. Сен Аллаға шүкір бала шағаң бар адамсың да. Жұмыс істейсің, например, дейік. Сен енді творчествода жүрген адамсың ғой. Кездері андай сөмкілер болады, азанда 5-те алып кетеді, түнгі сағат 3-те қайтасың. Ол кезде бычыт болып ұйықтайсың ғой, по-любому үйге барып. Бірақ сен үйге барған кезде, хотя бы сен жан-жарыңмен пару слов өздерің бөлек қалған кезде пару слов айтатын сөзің болмаса ол адаммен азында шай ішкен кезде сен Трамп туралы, Путин туралы әңгімеден бөлек, былайша айтқанда мемлекеттік саясат, көп жерде мемлекеттік саясат етіп кетеді ғой, андай Шымкенттегі проблемалар болмаса, Қазақстандағы біреу ажырасыпты ғой, үйтіпті ғой деген әңгімеден бөлек өзің жеке сөйлесе алатын адамың қасыңда болмаса қиын ба айтшы? Иә, әрине қиын. Сол нәрсе ғой. Просто сен любой нәрседен ол адаммен саған күлкі алып келу керек та ол. Смех болу керек та сенде. Қойшы адам миын ашты, не әңгіме енді ол деуің керек та сен. И ол да сені түсіне білу керек. Осы күнге дейін сондай бір қызды кездестірмеді дегенге сенбеймін мен. Кездестірген шығар, может? Иә, неге сол кезде? Карты не сложились. Қатты ғашық болып көрдің ба? Наверное, да. Мен овемін ғой. Біз андаймыз, бір жақсы көреміз ба? До конца. Жоқ, сосын бір жақсы көреміз ғой, қатты жақсы көреміз. Болмайтын нәрсеге көңіліміз қала ма, болды, сол жерде қойып кетеміз. Сондай адам болды ғой демек өміріңде? Болған. 2-3 рет болған. Көңіліңді қатты қалдырған, мен ары қарай араласпау тек әйел адамға қатысты емес, қыз балаға емес, достармен де солай сияқты. Достарға да, інілерге де, ағаларға да. Мен человек словом деп өзімді айта аламын. Ол бір неде емес, қалай айтсам болады саған, андай біреудің айтқан бір нәрсе болды. Орындамайын ба, мен бетін етіп кетемін.
орындамаймын деп. М. Істеймін ба бір нәрсені, до конца болды істеймін деп істеймін. Істей алмаған жағдайда мен ұялмаймын ол адамға звондап, істей алмадым мен, болмаса болмайды мынау деп айтуға. Мгм. Тік мінезділігім бар да, сондай да. Мгм. И ол, оказывается, тек мынау отношенияда, болмаса бір өмірлік, өнерлік, өмірлік деп айтып жатады ғой жаңағыдай. Өнер адамымын деп жыртылып жатсаң, өнер адам емессің негізінен. Мгм. Өнерге епті адаммын деп айта аламын. Мгм. Мгм. Ептілігім келеді өнерге сәл, бірақ өнерлі адам деп айта алмаймын. Неге? Оған бөлек жауап берейін. Мгм. Сондай бір тік мінез болғаннан кейін ба деп ойлаймын. Сол жаңағы сен айтып отқан сұрақтарға қарама қайшы келіп қалады. Көп нәрсе, мынау ренжу дейді ғой. Ренжу, ренжимін, көп ренжимін. Неге? Өйткені өзім істеген нәрсені басқалардан да требовать етіп тұрамын да. И олардан ондай отдача болмағаннан кейін, я лучше вычеркну из жизни деймін да оларды. М. Кәдімгі полный блокқа тыға саламын ол адамды. Ол бір рет қана қателескенді кешіруге болады ғой. Бір рет, М. екінші рет жоқ. Шорт кесіп тастайсың. Екінші рет уже болды, вообще араласпаймын. Бір рет, может, балалыққа жатқызамын. Бір рет, может быть, достыққа жатқызармын. Бір рет, может быть, ағалыққа жатқызармын. Но екінші рет емес. Даже үшінші рет деп атады біреулер. Жоқ, екінші рет уже. Өнер адамы емеспін дедің ғой. Өнер адамы Қалай емеспін. сонда түсінуге болады өнер адамы емес дегенді? Жалпы өнер адам деген понятияны дұрыс емес қолданамыз ғой біз. И жалпы дұрыс емес сөздер көп біздің қазақтың қазіргі таңында жүрген. Мгм. Тот же самый екеуміз сөйлесіп отырып бір легенда деген сөзді айтып қалдық қой. М. Мен посттың астына жаңағы описаниеге Жайдарманның аңызы, легендасы деп жазғанымды сен легенда өшіріп деген сөз тастайсың. алып тастай салшы дедің. Легенда деген сөз мен ойымша дұрыс емес қолданылады. Мен ешқашан легенда, білмеймін, легенда бола алмайтын да шығармын. Легенда деген сөзді орысша сөз ғой енді, аудармасы ғой енді. Даже кезінде есіңде ма? Троя деген киноларды көрдік қой. Гладиатор деген киноларды көрдік. Сол жерде қайсысын екен білемін, по-моему, Трояда ғой деймін. Легенда гласят дейді. Легенда, яғни ол ғасырдан ғасырға ол адамның аты өтіп, бір ғасыр болсын, екі ғасырдан кейін ол адамды біз атайтын болсақ, мысалға Бауыржан Момышұлы. Легенда ма? Легенда. Мысалға деп жатырмын да. Қаншама жылдар өтсе де біз айта аламыз ғой. Ал сен кешіріп қой, мен кеше ғана шығып, сәл біреу әнші болып кетсе легенда дейміз. Осыдан 20 жыл бұрын бір өлеңі хит болып, қазір жоқ болып кеткен әншілерді легенда дейміз. 20 жыл бұрын КВН ойнап, қазір таңда КВН-ге особо қатысы жоқ адамды легенда дейміз. Дұрыс емес деп ойлаймын ол нәрсені. Бізде көп қой. Қазақстанда менен сұрайды, қандай топ әншілерді айтасың. Мен айта аламын, Роза Рымбаева деп. Мәскеуге барып, толын зал толтырып, концерт беріп, аншылық соңында бәрі тұрып, шапалақ ұрған адам. Қалай легенда демейсің ол? Батырхан Шүкеновті қалай легенда демейсің? Мысалға да, біз бірақ 3 миллион, 4 миллион подписчигі бар, оң гифпен жинады ма, басқамен жинады ма, жұмысымыз жоқ. Оларды легенда деп жүр ғой қазір жастар. Қалай ойлайсың соған? Ол түсінікті. Демек, жаңағы өнер адамы емеспін, легенда емеспін деген бәрі осыған келіп тұр ғой. Өнер адам деп, енді понятие растяжимое ғой, бірақ білмеймін мен, кез келген, мен мысалға қанша киноға түсіп жүрмін, бірақ определенный біздің фактурамыз келетін ғана роль береді ғой бізге. Мен мысалға кім, Еркебұлан Дайыров, Асан Мәжіттермен жақсы араласамын ғой. Мен солармен отқан кезде бір рет, есімде жоқ, хандық туралы киноға бір нәрсеге түсіп жатыр екен. Соналарға әділдеп айтқанға, режиссерларың айтсаңдаршы деймін да, кезінде бәрі Еркебұлан сияқты красавчик болмаған шығар деймін да. Олардың да ішінде толық батырлар болған шығар деймін да. Например, менің бір режиссерға сен көрсетсең, мынау қандай рөл келеді десең, бүйтіп түрме қарайды да, ол да айтады ғой жаңағыдай. Мынау
батырға келмейді бұл. Бүйтіп қарайды, бүйтіп стереотип та, милицияға келеді дейді. Мысалға да, хотя милициялар уже біраз жыл болды ғой, мен сияқты милициялардың жоғына. Иә, бірақ қазір Қазір аттестациядан өте алмай қалсаң болды ғой, тонның ғой, Иә, құладың ғой иә, сол иә. жерде. Былай алып қарайтын болсаң. Сол сияқты нәрселер ғой енді ол жерде де. Көп нәрсе стереотип, көп нәрсені біз сырттай өзіміз жасап алдық. негізі. Негізі қандай рөлді армандадың? Болды ма сондай рөл? Осыны ойнасам ғой деген. Любой комедия жанрында ойнайтын адам ол кезінде Чарли Чаплинде де болды. Кейін Шоу Бенни Хиллдің да кітабын оқыған кезде, кейін бертін келе мысалға кімді, Джим Керриде бар бірақ ондай рөлдер. Всегда драма ойнағысы келеді екен да олар. Комедийный актер. Комедийный актер всегда драма ойнағысы келеді. Неге? Өйткені мен жүрекке жете аламын ба, жете алмаймын ба деген сұрақ бар да. Тот же самый байқағаным, кейбір отырыстарға келген кезде драматургияны ойнап жүрген актерлар, біз енді комедияға түсіп жүрген жоқпыз ғой деп сөйтіп бастайды әңгіме. Олар керісінше комедия көргісі келеді. деп ойлаймын, бірақ нағыз мықты актер таңдамайды деп ойлаймын. Комедияны да, мықтыны да көп ойнап жүргендер бізде. Кез келген рөлді ойнай береді. Кез келген рөлді ойнай беретін актерлар, вот нағыз актерлар. Драмада ойнай алар ма едің? Дәл қазір ма? Жоқ. Неге? Өйткені егер осыдан бір сен осы сұрақты 20 жыл бұрын қойғаныңда иә деп айтар едім. Әлі көпшілік танымай тұрған кезде. Иә, өйткені ол кезде может бағытымызды соған өзгертіп, халықты үйретуге болар ма еді деген ой бар да. Ал қазір біз не? Жайдарманшы ретінде қарайды, КВНші ретінде, комедиант ретінде қарайды. Сондықтан да ол қазір айтып жатсаң, может сенбеуі де мүмкін ба деген ойда. Халық сендіре алмасаң, неверию болады ғой, Станиславский айтпақшы. Жайдарманда ана басынан бастап осы күні бүгінге дейін жүргендер, енді кадрдың сыртында жүргендер бар. Ал бірақ именно жаңағы үнемі жюриінде да отыратын, арасында филиал директоры да болған, кадрдың ішінде де жүрген сен. Жайдарманда тым ұзақ жүрдім деп ойламайсың ба? Бәлкім. Биыл қойдым ғой бірақ бәрін. Жюриға да бармайсың ба? Ол енді под вопросом әлі. Скорее всего, ол да қойылды. Бірақ негізі осы қазір жайдарман әсіресе мына әлеуметтік желіде, оның ішінде тред шыққалы бері жайдарман туралы біраз пікірлер оқып жүрмін да, кейде андай шынымды айтайыншы бір ашуыңа тиетін сөздер болады. Ой, жайдарманшылардың бәрі как раз шумный история шыққан кезде, ажырасып бастаған кезде бәрі, ой, жайдарманшылар бәрі солардан бірдеңе Мынандай нәрсе де ол. Қазір деп айтып жатсыздар, қазір әлеуметтік желінің қатты дамыған кезі ғой, сен трец деп жатсың, Инстаграм, ТикТок деп жатсың. Кезінде біз осы нәрсе шыққанда, яғни жайдарман ойындары, қазақша КВН, жайдарман демей қояйын, 99-да қазақша КВН шыққан кезде, сол жылдардан бастап, бір 2010 жылға дейін почти. Үлкен ағаларымыз, аттарын атап түстерін түстемей қойын, үлкен ағаларымыз өнердегі жүрген бізді халтурщиктер дейтін. Даже мысалға жүрген сияқты университеттерде жайдарман ойнап жатса, біраз балдар оқудан да шығып кетті, білесіз бұны. Мысалға сондай нәрселер болды да, біздің халтура, сендер ой, анау-мынау деп. Сол айтқан кісілер, кейін сол жайдарманшылар продюсер болып, өздері режиссер болып, өздері сценарист болып кино түсірген кезде, солардың киноларында жаныма шейін деп, қастарында жүріп, киносына актер болып түсіп, солардан былайша айтқанда зарплатасын алып, гонорарын алып, кім жақсы, солар жақсы болып кетті да. Қазіргі таңда бәрі айтады, типа, ойбай, бүйтеді, профессионалдар түсірсін, анау түсірсін. Түсіріп отыр ғой профессионалдар, не барып қолдамайсыңдар? Жоқ, сосын енді жайдарманшылар бастаған киноларды да келіп бір жайдарманнан шыққан бір просто жайдарман ойнаған жігіт кеп камера ұстап түсіріп жатқан жоқ қой.
профессионал оператор кәдімгідей Жоқ, ақыр сол нәрсе, мен білем да, қай уақытта, примерно сентябрь, октябрлерде шықты ғой сол дүние. иә. Жамандап бәрі ше. Мен өзім достарым туралы айтайыншы, басқаларға тиіп кетпесін. Номер 37-ден кино шықты. Иә. Түсіріп жатқан режиссер де профессионал, Жандос Айбасов. Сценарий Оператор да, шетелдікі, Азербайжан. сценарий болғанда ол общий идеясы ғана. Қазақша несі, Қазақстанда шыққан профессионалдар. Ол кәдімгі театр болып, бүкіл залды битком жинаған не. Мысалға оны кино қылып шығарды. Бәріміз соны қолдайық, бұлар профессионалдар. Қолдасаңдаршы енді. Неге олар екілер жинамайды? Значит, оны қолдаған жоқ. Сен профессионалдар түссін, профессионалдар ойнасын дейді да, барсаңдаршы, қолдасаңдаршы. Мен қуанар едім. Егер ертең кинолардың көш басшысы Зверополис 2 емес, 2 миллиард жинаған номер 37 беріп тұрса, мен қуанар едім. Мені түсіресің бе, өйстіп түсір дейтін едім. Түсіресің бе, түсір, өйстіп, мін, молодец дейтін едім. Не апармаймыз ол? Жоқ, біз әлі күнге дейін былайша айтқанда, бізге қазір жақын нәрселерге көп барамыз ғой, байқайсың ба? Иә. Енді сәл хейт болған нәрселерге барамыз, ойбай қолдауымыз керек, ойбай үйтуіміз керек, ойбай бүйтуіміз керек деп. Не знаю енді, әркімнің өзінің несі ғой, бірақ мен ойымша бірінші біреуді сынамай тұрып, өзімізді түзелеп алғанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Жалпы андай ғой, жаңағы ой ажырасып та кетіп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Енді өкінішке орай соған қатысты да айтқым келген ғой. Жайдарманшылар осындай жаман жағынан көріне бастады да, осы өткен жылдың аяқ жағында. Көп қой өткен. Иә, көп. Қай жер. Бірақ жаңағы өзің айтпақшы, жақсы жағынан көрініп жатқан, дұрыс жүрген, ровно жүргенде жайдарманшылар бар ғой. Жазбайды ол туралы. Бірақ ол туралы ешкім айтты. Оларды байқамайды. Бір кішкене андай қисық жасады, бітті, артынан бүкіл жайдарман жаман. Костюмесін алады. Ерлаш туралы жазайын десе, үйі бар, әйелі бар, бала шағасы бар. Өсек жазатын тема жоқ. Айбек туралы да сол, Шапағат туралы сол, ол да сол. Дания туралы енді айтайын өтір, дүкен жыл үйленіп кетті. Мысалыға деймін да, азаматымыз да сол. Бәрі сондай да. Так, Марат, давай, мынау үйленбеген, бұл толық, бұл қандай, бұл бұндай. Хейт жазу керек па? Болды, біз бірінші орын аламыз ол жерде. Мен барлық осы костюмесін жігіттерінен сұрадым. Командадағы досым, мен явно Шапағат пен Айбек өзара дос. Көрініп тұрады ше. Данияр солармен жақын дос. Ерлаш кішкене басқа салада ұзақ жылдар жүріп қалғасын ба, оның сәл достары бөлектеу болып кетті. Сенің жақын досың кім? Костюмесіндегі жақын досым ба? Давай костюмесіндегін айтайық бірінші. Кіммен сырласып, сөйлесіп, мұңын шағаласың? Көп кездесетін адамды айтайын да. Азаматпен көп кездесем. Досым деп айта алмаймын, неге? Өйткені інім ғой. Бірақ бір ответственный інілерім болады ғой. Жоқ демейтін, әйтеуір. Сөйде қасынан таба алатын, сондай інім. Дос деген менде басқаша понятие ше, негізі Зарина. Мен кезінде саған ба біреуге интервью берген кезде айтып едім, мен досым мамам деп. Өйткені сен аласың да оған. Сондай сияқты нәрселер бар да, енді өмірлік достарым көп қой. Досты аз болмасын. Досым көп, Аллаға шүкір. Ол барлық салада. Ең жақын мамаң ба? Солай да айтып болады. Кәдімгідей мамаңнан ештеңе жасырмайсың, бәрін айтып бере аласың. Дос деген сол мағынада дос па? Жоқ, жалпы да. Еш нәрсе жасырмайтын досым бар, я. Басқа ол бірақ десең. Кім ол? Ренжіп қалады ғой қалғандары. Ренжімейді ғой, басқалар басқа жағынан дос. Жоқ, мысалы мынандай да, понимаешь, әрқайсының орны бөлек. Қазір мен мысалға біреуді айтсам, Кеша ренжіп қалуы мүмкін. Бірақ жайдарманда номер 1 досым Кеша ғой. Сосын Кешаны айтсам, Дәулет Ожан ренжіп қалуы мүмкін. Мысалға,
Мен де көп сырласамыз. Кеше мен де көп сырласамыз. Кеше мен бүгін, кстати, бір 43 минут па сөйлестік. Телефонмен. Да, кешегі звезды туралы. М, Ыыы, көп та менде мысалға структурада істейтін жолдас балаларым бар, достарым. Спорт саласындағы достарым бар. мгм, Кәдімгі жақын араласатын. Футбол саласында бар, басқа салада бар, журналистика саласында бар. Оның бәрі достарым ғой, бірақ олардың бәрін қазір мен айып тек Шерзатпен араласам, қалғандардың дос емеспін десем. Кстати, Шерзат деген досым бар. м, Мысалға да. Мен олардың бәрін қазір айтайын десем, қалғандар ренжіп қала ма деген де ой бар да. Оның үстіне год под сраку дейді ғой, біздің достарымыздың бәрі. 40-тан асқан бәлелер ғой. Ерді қатты ренжігіш та бұлар. жастар келін. Арасында бір екеуі бар уже. Жақында қарттар үйіне өткізсем ба деп отырмын. Бір екі досым бар да ондай ше. Өткен болмайтын әңгіме айтып алып кететіндер бар да. Ренжіп қалар ертең. Лучше солай құтыла салған дұрыс та. Мама мен мықты досым десем, олар да ешнәрсе дей алмайды да. Бірақ ол рас па? Или құтылу үшін айтып отырған әңгіме ма? Рас, бірақ енді жаңағыдай сен айтып тұрсың ғой, любой нәрсені айта аламын деген, енді ол жер сәл. Мама, енді любой нәрсені айта алмайсың ғой, бар. Мгм. Жақсы. Осы дос деп жатырмыз ғой. Соңғы кездері өткенде Азаматтан да интервью алған кезімде Азамат айтты ма, Маратпен көп сырласам деп. Мен таңғалдым Маратпен деп. Бірақ жігіттердің ешқайсысы жақын сөйлесем, араласам деп сені атамады. Сосын осы соңғы кездері Маратқа өзің звондап айт, Маратпен өзің сөйлес, бір андай. Бір сенімен сөйлесудің өзі қиын болып қалған сияқты ма? Жаңа Неге? нәрсе ғой, просто мен ойлаймын, ол кезіндегі өздері қойып алған андай нелері, барьерлері ғой балалардың. Кезінде енді мойындау керек. Байқап отырсың ба, кеше мысалға Есін аға мен де интервью отқан кезде басқа жерде де ой мынаны ішіп алып ұстап алдым, мынаны шегіп алып ұстап алдым деген әңгіменің ішінде біреуінде мен жоқпын ғой. Даже кешегі ана әңгіме болды ғой, вытрезвителге балдардың сұхбатын, ол жерде де жоқпын ғой мен. Ұсталмаған. Енді ұсталмаған емес ол әңгіме. Сол жылдары қалай айтсам болады, таза солдат едім ғой мен. 8-де тұрады азанда, кешке 10-да ұйықтап қалады, артық тірлігі жоқ, 8-сі жоқ, андай балдар болады ғой бір. До того қатты ответственный. Ойын десе болды, бәрін жинастырып қойып, уақытында біреу келмесе неге? Дайындыққа келмесе ұрыс беретін. Сондай едім де, әлі күнге дейін мысалға даже шапа болсын, басқа болсын, көптеп сөйлейтін содан ба деп ойлаймын андай. Кезіндегі стенкада он старший, он за нас все делает, әйтеуір осын подвать етіп қоймайық, осы қалай айтады солай болсын деген сияқты бір сондай нәрселер болды ма деп ойлаймын да. Азамат просто жасы кіші болғаннан кейін кезінде біздің қасымызда көп жүрмеді ғой. Кейін келе уже үлкейген кезде уже маған енді жақындайды, екеуміз сырласамыз, сырласпайды емес, сырласамыз, сөйлесеміз, көп жолығамыз. Но понимаешь, бәрібір ол балдарда олардың өздерінің историясы көп маған қарағанда. Сенсіз дос ретінде көбірек араласты. Солай ғой. Менсіз дос ретінде көбірек араласты. Еще сосын Алматыда да мысалы олар көбірек тұрды. Сосын мынандай ғой, даже мен саған бір история айтып берейін, осы историяны еш жерде айтып берейінші, айтпақшы. Сақтап жүргенмін, өйткені ешкім сұрамады ғой. Короче, Жезқазғанға барғанбыз біз. Жезқазған жалпы білесің сен қаласын? Хорошо білесің ғой. Жезқазғанда қай жыл екені есімде жоқ. Жас кезіміз ғой. Концерт па, ойын ба, бір нәрсе болды. Точно не знаю. Вот ол жерде так и не важно. Ойыннан кейін отырыс болады. Ол кезде гостиница деген тема жоқ. Ол кезде квартира алып береді ұйымдастырушылар, сол квартирада, 2-3 комнат квартирада ішіп қуып дегендей жаңағыдай. Сонымен егер түнде енді біраз адам келді ана жерге, бір 20 шақты адам келді ғой, короче. Как всегда, ұйықтау керек уақытында, мәкең ұйықтап қалған. Мен да ұйықтап қалам. Ұйқыдан тұрсам, қасында Азамат и сол әлі есінде. Мен, Азамат, Ералаш жатыр. Бір төсекте үшеуміз ұйықтап жатырық.
примерно ана бөлме шумный болып кеткен, мына жаққа келіп жатқанбыз, ұйықтап қалғанбыз. Сағат примерно 7 таңғы, 6:30-7. Тұрам, до того тыныш үйдің іші. Мүмкін емес нәрсе да ол, өйткені мен бір 2-3-терде ұйықтап қалғанмын ғой. Не болды екен, тұрам, үйде ешкім жоқ қой екен. Үшеуміз ақ жатырық. Бір төсекте үшеуміз, бірақ үй полный бос. По идее, егер ол аналар ұйықтағанға дейін бос емес болса, ана жаққа жата беретін еді, бәрі бос болса. Значит, олар бір жаққа кеткен. Сотовый ол кезде то ли біреуінде бар, біреуінде жоқ, сондай заман ғой. Сонымен жан-жаққа қарадым, звондадым, ешкім алмады. Ладно, келетін шығар деп соны ойланып отырмын. Кинодағыдай кірді ғой балдар, короче, ше. Есік, входная дверь ғой квартира. Сода көзің елестеді, шапағат, торс. Мына шалбар бар, бірақ су полный. Қалайсың кәп деп кіріп келді, шашын деді. Бен Аффлек құсап кірді ғой, короче, ше. Артынан Айбек кірді. Тура сондай, қолына футболкасын ұстап алған. Қалайсың деп. И местный бір-екі бала жүр. Местный онда, по-моему, олар да местный емес, ол қатты ше. Бір-екі бала бар, и 3-4 қыз бар. Сөзін ашығы да енді ол, танымаймын бірақ. Бәрі деп андай болады бар. Американский кинолардан ол, білесің ғой? Баскетбол ойнайтын балдардың жанында қыздар жүретін еді ғой. Деп ше. Сөйтіп кірді ғой, короче, аналар ше. Sonra бите қарады, ерлер, кім азаматтар да тұрды, сөйтіп бите түріне қарап отырмын. Аналар жүр енді, бір бәлен істеп жатыр, бір үш бар. Не болдыңдар деймін ғой, қайға бір түсіп келдіңдер. Брат, зор көл бар екен, соған түсіп келдік деді. Ладно деді. Түсіп алсаңдар, еще қазір зор болып қаласыңдар деді. Жақын жерде болсам, үйдің артында деді. Сонымен ойланып отырмын, мектепті қатты оқығанмын ғой негізімен. Негізі қатты оқығанмын, кейін ғой бүлініп кеткенім ше. Жезқазған көл. География. Алқаш вроде өте алыс бұл жерден. Ойланып отырмын ғой, қандай көл бұл. Соң барын ерінбей барын, спальный жақтан бүйтіп терезеге қараймын. И ана білесің бе, заводтардан ағатын сулар болады ғой. Дөңгірек көп тұрады, білесің бе? Көп бұл ше. Отходный сулар ағып тұрады ғой. Бүйтіп қараймын ғой. Мен балдарға қараймын ғой. Үйдің артында ма десем, отходный сулар болсын десем, же, брат, көк күмбек. Жүрші деп көрсетемін ғой. Бұл емес дейді ғой. Ол үйдің артындағы дейді. Енді дұрыс қой, мен түсесін. Ол, манау, залдың балконында тұрған жақ, наяқ дұрыс ба? Мұна мен былай барсаң, мына жақ көтсем. Же, бұл емес деп, мойындамады ғой, көресім ше. Ол сәл арда деді ғой, көресім. Окей дедім. Мен Чимкентке жеткен кез Айбек екеуі плотный больницаға түсті ғой, көресім. Полный жара болып істері. Финалдың кезі ма ол? Финалдың кезі примерно соға жетпей сәл. Бәчіт боп тәтелер. Айтты жігіттер примерно. Бірақ енді себебін айтқан жоқ, бірақ... Сол судан ол, негізі басы содан басылған ол. Шапағатын ана пытыратты деп сендіріп жүрген кезі ғой бәрін. Ек қол былай жарауып кеткен ғой. Не үшін үйтіп жүрсің деген ғой. Біреу пытырамен атты деген ғой. Мылтықпен ше, соны битіп қалдым деген ғой. Типа неға Супермен. Ой, алла. Қазір міне сөйлесіп отырмыз ғой, жаңа айтып жатырмын ғой, жігіттер де бір мінезін қиын болып кетті ма, қалай болып кетті, неге деп сұрап жатқан себебім. Осы съемканың кезінде де көпшілігі сөйтіп сондай ой естідім да сен туралы. Бірақ мен айтамын да, білмеймін, мен анау баяғыда біз Жасыбайдан қайтып келе жатқан кезде түн жүрдік па, былай ұзақ жүрдік қой енді. Сол кезде есімде біздің команданың қыздары ұйықтап қалған, білмеймін кім ұйықтап жатырмыз, ұйықтаған адам тоңады ғой. Именно сен келіп біздің үстімізден бірдеңе жауып кетіп, андай болады, бір ағалық забота көрдік та сенен сол. Курткадан бір нәрсе ұрлаған шығармын, сөйтіп соны бүйтіп жауып кеткен шығармын. Қош өтірік айтып жатыр енді қазір. Действительно ағалық забота көрсете алатын Марат ретінде танимын. Ол бір ситуация. Мен айтып жатырмын ғой, мен Шымкентке келген кезімде, жаңағы бір интервью алған кезімде гүлмен күтіп алғаным бар. Жарайды, осыны қазір айтайыншы, әлі шыққан жоқ. Мен аяғым ауыр кезімде екінші қызыма КТВ-да біз әріптес болдық. Сен жүргізуші болдың, Шапағат режиссер болды, мен сол жерде сол проекттің продюсері болдым. Сондай болды. И мен жаңағы аяғым ауыр, мен талып қаламын.
сол кезде скорый шақырып мені кеттебейдің тар қабырғаларымен жаңа стеналардың ортасынан тар коридордан көтеріп алып шыққан осы Марат болатын да мысалы. Жаңа Шапағат екеуі жүгіріп жүр. Мен де қорықпай қойғанмын ғой, енді ағаларым бар деп ше. Смело талап етейінші деген шығармын, білмеймін Мен ғой. де ойлағам сен жеңіл деп, кішкентай ғой деп. Ешқандай да жеңіл Енді емес. уже почти срогым келіп қалған 8 айлық кезім ба, соған дейін жұмыс істей бергенбіз ғой. Сол кезде мысалы көтеріп алып шығып, ары қарай денсаулығымды менің өмір мен өлім арасындағы сәтте құтқарып қалған адам ретінде білемін да мен. Сондықтан ана біреу сендер туралы негатив, жаман нәрсе айтып жатса, маған андай да, сендер просто танымайсыңдар, сөйлесіп көрсеңдерші деген. Білмеймін, бір сондай нәрсе болады. Қалай ол? Жоқ, мен басқа Маратты білемін. Неге сен осы нәрсе ғой мені ойландырып жатқан. Неге басқа адамдар көпшілік сені сондай негативный, бір мінез жаман адам ретінде біліп қалған? Неге олай танып қалған? Қалай айтсам болады? Кейде емес, көбінесе көп адамдар жолата бермейді. Содан да шығар. Типа аңқылдақ, ақ көңіл болсын бізде, әсіресе өнерде добрый за слабость санайды ғой. Лучше өзіммен өзім жүре берейінші, қойшы деп. Алла достарымды азайтпасын, бірақ Алла шүкір достарым жетеді, лучше жүре берейік деп ше. Ескі дос дұрыс қой, бұрынғы достар ше. Сенің бүкіл минусыңды біледі. Бала күніңнен таниды. Сен минустарың біледі, сен уже бір бәле деп болмайтын әңгіме айтсаң, бұл сөйтеді, қояды, бұрқылдап қояды бұл дейді. Мысалы, 2 күннен кейін звондайды да, қақтасың көтің қышы дейді, кеп болды ары қарап араласып кете береді. Есін аға айттым, Марат түспеймін деп жатыр екен киноға. Атак идея басында осындай болған сен Есін аға. Айтады, түсет ол қайда барады. Тура Есін аға айтса, соған сен жүрмін. Түсет ол қайда барады, түсет ол. Дейді андай, әбден жаттап алған ғой кісіден деді. Есін аға енді, Есін аға біледі енді. Есін аға андай ғой, екеуміз болсын, түсінеміз ғой бір-бірімізді. Нандай дейді. Или нандай дейді. Сонымен болды ғой. Сразу қоямыз ғой. Енді қазір нумерология, астрология бір бәле дегендер көйіп кетті ғой. Оларға түсінікті бойынша дейін. Біріншіден пятеркамын. Екіншіден овенмін. Еще мартовский. Яғни 23 март туылғам. 85 жыл. Ойбай, ужас деп жатыр олар ше, нумерологиямен айналысатындар ше. Мінезім тік, любой нәрсені бетіп кетемін, ұнамайды, бармаймын деп айта саламын. Содан кейін шығар өз кезінде Астанада өмір сүріп жүрдік, біз Қуырдақ деген передачаға түсіріп жүрдік қой, 1-2 жыл. Сол жылдары көп больницаға түсіп қала бердім өзімнен өзім. Сол кезде главврачтың 2-ші рет па, 3-ші рет түскен кезде келіп айтқаны бар еді. Достаев, ты откуда, дед? С Чимкента, дед. Дед. Я тебе одно слово скажу, дед. Не дегенем. Есіңде болсын, горный козел никогда в степи не будет прыгать, дед. Қайтса еліңе, дед. Сенде просто акклиматизация, келмейатсың сен мына жақтың погодасына. Содан Алматыға көштім, как раз Хиттибеге баратын кезде. Сол жылдары ғой, сол 11-12 сол жылдары ғой. Содан кейін Алматыдан Шымкентке қайтып кеттім. Алматыда мен біраз өмір сүрдім, 5-6 жыл өмір сүрдім ғой. Алматыда вообще негізі Алматыға ризамын мен өз басым, өйткені Алматыда көп нәрселер басталды. Тот же самый мысалға сериалдардан енді ең бірінші бастауым сол Пәленшеевтер шығар, қателеспесем. Пәленшеевтер маған енді біреулер айтып жатады ғой жаңағыдай, финансовый ойбай қырғын. Ешқандай пайда әкелген жоқ қа. Бірақ актерлық жағынан, оның дос табу жағынан, сосын оның халықтың арасына кең таралып кетуіне Пәленшеевтер өте көп маған пайдасын тигізді. Бас бұрауға алғыс айтқым келеді, ақылаған бар. Басқа да ол кезде бірінші айтпақшы, Пәленшеевтердің бірінші режиссері кім болған білесің ба? Шапағат емес па? Жоқ. Марат Оралгазин болған. Қойшы, өзі режиссер. Ол Датаво сондай проект болды. Датаво кім бар қоластымызда? Арзандау проект, Датаво андай кезге дейін кеттік қой біз ше. Ты понимаешь, что мені түсіріп жатыр, например, банктегі ситуациялар. Мен туралы бір 80 шутка болу керек.
ол сетком ғой. иә. И ол 70 болып қалады да. Құранға келмей тұр да, түнгі сағат 3 уже нандайға кетіп аттық қой кәдімгідей. Мара не бар еді дегенге ше, понимаешь? И мен уже өзімнің шуткілерін тыға бастадым. Уже сөйтіп құран толды. Ол, понимаешь, онда бір махаббатпен істелінген проект болды да. И соның арқасында ма деп ойлаймын, ол 4 сезон шыдағаны ше. Өйткені бірінші сезонды ол қатты андай бәріміз ынта-шынтамызбен кірісіп түстік та оған. И ары қарап кете берді. Сол Баспырода сериал сояқта бастадым. Киноны Аскар Бейсенмен ағамыз. Жоқ енді мынау Аймалаш мен де түстім ғой енді. Ол бірақ енді өзіміздің Чимкентский как-то андай конкуренциясы көп емес кино еді ғой андай. Ол кезде конкуренция болмаған. Иә. Ал уже үлкен кинолардан бірінші түскен кином сол «Больше, чем кино» деген кімнің Аскар Бейсенменің өзінің қаражатына түсірілген кино болатын. Бірақ сол кино қатты мен ары қарап киноларға алып кетуіме әсерін берді. Қанша эпизодта ойнадым. Сен ғана емес, мне кажется, көп актерға. Данияр да бар, Мадина Оспан бар ол жерде. Да, Мадина Оспан бірінші киносы. Көп актерға как будто бы бір счастливый билетик болған. Бір серпіліс берді ол кино, қатты серпіліс берді. Сосын мен кейін естідім енді ол нәрсені. Например, анау «Классыстар» деген Насер Садуақасовның киносына түскен кезде Ернар оказывается айтқан екен кастинг директорлеріне. Кастингдері, кстати, Айжан болды. Айжан тануың керек. Шерхан Пірназардың келіншегі. Соларға айтқан кезде Марат мен киномда болатын болсын деп айтқан екен. Қандай рөл қызықтырмайды, мына бала болатын болсын деп. Өйткені ол кезде әлі жақсы танымайды мені, бірақ мынау керек, он динамичный, он нужен мне деген екен. Сол кетті, ол жылы бірден 3-4 жена нестинаға түстім. Кстати, Сая болды ол жерде де. Ол жерде де мұртпен түспін ғой, ә? Саяға мұртты жігіттер ұнайтын еді. Сондай болып тұр ғой примерно. Сосын тағы қандай кино? Аким. Бірақ көбісінің есінде сол «Класстарға» қалып кеткен ау деймін. «Класстар» өте жақсы қалып кетті, өйткені білмеймін неге екенін. Мүмкін сол кезде маркетинг деген түсінік болған жоқ, бірақ жарнамасы күшті болды ма, әлде соған кәдімгі кинотеатрға барып көрдік. Басқа киноларға біз көбінесе шақырса барамыз ғой. Жоқ, былай болды ол. Оның маркетингі мықты болған жоқ. Вот именно сен дұрыс айтасың. Кинотеатрға барып көрген адамдар бомбана кино барып көріңдерші деп одан сайын рекламасы тек кетті. Сарафан радио жақ. Маған даже сол кезде енді кешалар ғой енді. Неге барған, премьераға мен бармағам. Звондап айтты ғой. Братым, реально айтайын, біраз болып еді, бүйтіп күлмегенімізге деді. Мына кино бомба екен, қатты күлдік деп ше. И сенесің бе, әлі күнге дейін маған әлеуметтік желіде «Класстардың» видеосын андай қылып, маған жіберіп отырады, братан, ана жерде жақсы ойнағансыздар деп. Сол актерлық туралы ше, бір сұрақ, потенциалым толық ашылмай қалған адаммын, өкінішке орай деп ойлайсың ба өзің? Жоқ. Ойламайсың. Бәрі Алланың қолында ғой. Мен Алматыға түсем деген кезде үйдегілер уайымдады ғой енді, өйткені сонда жылдар болды ғой, 2001-2002-де. Өте қиын жылдар болды ғой. Оны тем более біз ешкім ол кезде танымайды, өз-өзімізді тап кетеміз дейтіндей ше. И содержание қиын болар еді да мен ойға барғанда. Киім бар, тамағым бар, басқа бар, үйдегілерге ауыр тиетін еді, ол бір. Оның үстіне оқу ақысы бар. Оқу ақысы мына жақта тегін деп тұр. Үйден барып келемін. Так что ол бір не емес. Негізі сосын сылтау деп ойлаймын. Менікі де сылтау. И басқа да эфирді может ертең көретін жастар болса, оларға да сылтау деп ойлаймын. Әке-шешем ана университетке түсірді да, сосын мен амал жоқ, физик болып кеттім, мен амал жоқ, юрист болып кеттім деген бәрі сылтау сияқты. Шығатын адам жоқ, 4 жыл оқымаса да оқыдым. шығады. Әке-шешем арманын орындадым, оқыдым. Түсіп ол бар. Қаншада болады бітірген адам? 22-23-те ғой? 21-22-23-те болады. Ары кетсе бітірген адам. Жап-жассың ғой, тағы оқу бар. Жүргенке түскен, жүрген Казгуге түскен, Казгуге оқысай барып. Біреу или Қазақстанда 2-3 диплом бар адамды мойындамайды деп отыр ма? Барып оқы. Менікі де сылтау деп ойлаймын, өйткені как раз сол 2006-2007-те именно біз Джеклабтың кезінде Алматыда тұрған жоқпыз ба? Бүкіл документті алып барып түсіп алмайын ба?
Қатты бүкіл Қазақстанға мен мықты актер екенімді дәлелдегім келсе жүргенке барып түсіп алмаймын ба? Мысалыға деймін да, егер мына жағымда ойбай, жоқ, мен дәлелдеуім керек деген нәрсе болса, барып түсетін едім ғой. Мадияр түсті ғой. Иә, өте кеш түсті, иә, ол да. Мадияр осы біздің Сейітжан братанның класстасы ма бір бәле ғой ол. Иә, ол кісі 83 па, сондай жылғы. Жоқ, одан 88-дермен оқыған. 81 ма, 82 ма, сондай Мадияр. Иә. 88, біздің Ануар. Иә, бір жыл кеш түсті, иә. Бір жыл емес, даже 2 жылдан кейін ба түсті. Иә, Мадияр. Құдірет, Жанболат бәрі бірге оқыған, бірақ Бәрі бірге оқыған, бірақ жастары деген олар бірақ цель қойды, түсті ғой. Оқыды соны. Қой сөйтіп цель. Ол бір жылдан кейін түспей қалдым, или мен жағдайым болмады. Болды ғой мен жағдайым кейін да, бірақ біз бүйтеміз ғой енді. Әзіл деп айтамыз, біреуге ренжіп айтамыз. Ойбай, анау жібермей қойды, мынау бүйтіп қойды деп. Қазір барып түсінген неге дерегі? Мысалыға. Ешкім айтпайды ғой, сен 40-тасың, саған болмайды деп. Мықты актерсың ба, барып түсіп дәлелде. Дәлелдей алмадыңыз, значит сен өрге керек емес. Үйренем дейтін адам үйренеді ғой. Вокал болсын, актерский болсын. Үйренетін жерде үйренеді ғой. Мен ойымша онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ағылшында енді үйреніп жүргендер бар ғой. Шетелге көп шығамын деп ше. Цель деп жатсың ғой. Алдыңа қойған бір цель бар ма қазір? Иә. Жеке өзім бір кино түсіру. Ендігі жылға уже поставлено, сценарий жазылып тұр. Қазіргі таңда сол. Ендігі жыл дегенде осы жыл шығар. Қай жыл түсіріп жатырмын? 26. 26, иә. Инвестор бар. Инвестор бар, сценарийіне ақшасын бәрін беріп, уже дайындап бәрін жазып қоймыз. И предпродакшнға ақша дайын тұр. Бірақ онымен келісіп алдым бірден. Полный съемкінің, полный ненің ақшасы түспей бастамайым деп. Өйткені біреуге сұмырай болуға, біреуге жаманатты болуға желанием жоқ. Ертең ақша түспей қап, ойбай, Зариндадай ақша болмай жатыр дегеннен гөрі. Лучше абыроймен. Сен де Шымкентте түсіресің ба? Скорее всего, да. Ол да бір көстемесімен біріккен проект бола ма? Жоқ. Бөлек өзің. Көстемесінде мен де ойнамаймын ол жерде. Команданың құрамында біреулер бола ма енді? Хотя бы за кадром. Жоқ, за кадры болады ғой. Сахналық неде жоқ. Иә, бұл да бір өте жақсы ход негізі. Жақсы, жаңа айтып жатырмыз ғой сені, Жайдарманның атасы десек, өзің түзет дедің, легенда десек, етіп айтуға болмайды деп жатсың. Бірақ дей тұрғанмен, жайдарманшылар, әсіресе мынау жас буын жайдарманшылардың бәрі бірде сені ата болмаса да жайдарманның үлкен ағасы ретінде көреді. Әкеміз Есен аға болса, сен үлкен ағамсың. Аға деп көре өзіңді. Иә. Мен мынандай сұрағым келеді. Сен өзің бәрінен сұрап жүрдің ғой, топ футболшың кім, топ ойыншың кім, топ 3 деп. Топ 3-тің. Былай жасайықшы, топ 3 командаң Жайдармандағы. Топ 3 командам. Топ 1-ге ұйымдастыру командасын қоям. Жалпы, за всю историю. За кулис. Қазіргі ғана емес. Кезіндегі редакторлар, қазіргі редакторлар, директорлер, пиар, СММ, операторлар, режиссерлар, сахна режиссерлары, гримерлар, охранниктер дейді ғой жаңағы. В общем, бәрі солар топ 1-ге қояр едім. Мұндай жауапты шынымен Жайдарманның басқасында жүрген адам болмаса айтпас еді. Топ 2 командасы деп, негізі топ 1 мен топ 2 бірдей менде негізі. Бірақ бүйтіп андайғы бөлмей қойықшы, топ 1 ол сендер 2-ші орындасың, сендер 3. Просто 3 команданы айтайшы. Жайдарманды 3 тобы, ол әрине 2-ші команда, ол халық командасы. Көрермені. Жанкүйер. Яғни Жайдарманға өзінің көрермені болмаса, Жайдарман ешкім емес қой негізі. Өзінің көрермені. 3-шісі, білмеймін енді оны қалай жеткізсем екен. Оларды енді білмеймін, 3-ші орын деп, болса 1-ші орын деп, бүйтіп білмеймін, 3 команда деп айттық қой енді.
мен ойлаймын әр жайдарманшының ата аналары деп ойлаймын. Мгм. Яғни олардың жолға шыққан кезде тақымын қысып отыруы, оларды Көпшілігімізге алғашқы демеуші болған. демеуші, оны әлі күнге дейін демеуші болып жүргендері бар. Папам қатты қуанатын болды мынаны естіп. Сондай деп бөлек. Ал жаңа айтып отырсың ғой, сен команда деп отырсың ғой, мен қазір ана команда мықты, мына команда. Даже мысалы үш ойыншы деп отырсың ғой сен, топ үш ойыншы айта алмаймын мен, бірақ кімдер маған қаттырақ ұнайтынын айтайыншы. Давай үш демей ақ қояйық онда. Жоқ, андай қай жанрда. Мысалы көбісі бүйтіп айтады да, топ үш десең қазір барлығы әзілді добивать ететін адамдарды айтады. Яғни әзілдің уже шынына жеткен кезде әзілді паш ететін, борқ еткізетін дейді ғой, былайша айтқанда. Сондай ойыншыларды айтады да, маған соның бәрін собирать ететін ойыншылар ұнайды. Яғни ол тек капитан команда емес, ол жалпы команда. Кейбір жерлерде капитан команда, кейбір жерлерде сол командада бір ауызбіршілігін ұстап, команданы сахнаға алып шығып, өзі де мықты әзілді қалады, бірақ в основном добивщиктерге беріп қойып, бір ортаны ұстап жүретін балдар болады ғой. Көрсең, көзің тоятын балдар бар ғой. Ол сондай балдар ұнайды маған. Неге? Мысалы, кімдер олар? Көп қой. Мысалы дегенде қай жылдан бастап? За всю историю айтайық. Енді қараш, мынандай нәрселер бар да, за всю историю деп отырсың ғой. Көстемесінде кім болды ондай? Көстемесінде Ералаш болған шығар бізде. Өзі де ойнай береді, өзі де ұйымдастырушы жағынан. Шапағат болды. Шапағаттың көрінбейтін нәрселер көп. Ән сөзін жазады, әнді айтады, биге қатысы бар. Балдардың ауызбіршілігіне андай КВНнен бөлек, көттерін қысыңдар, давай бүйтіп істейік, ана мынау дегенге Шапағат жақсы еді. Мысалға да сондай нәрселер. Бізде Шапағат пен Ералаш шығар, в основном сондай нәрселерге ауызбіршілікке жауапты, сондай бір сондай командалар болады ғой. Ол кезінде қазіргілерді айтымсақ, например, анау енді ел білетін бәрі қазір лучший игрок кім деп отырса, даже сол назар аударда Ғазиз деп айтып жатады да. Ғазизден бұрын балдар бар да, команданың ауызбіршілігін ұстатып бірге жүргенше, өрді Азамат, Самат деген балдар болды. Мади, мысалы, олардың бәрі команданың бір болуына, Марс, бәрі бірге болып жүрді. Тот же сам, мысалы, Аралас, бәрі ғалым дейді. Бірақ Төребекті бәрі ұмытып кетеді. Хотя ол спонсор тауып, балдарға ақша тауып, басын қосып, деп капитан қылып алып жүрген. Мысалға, кейіннен мысалға кім болды? Назар аудар, Экспрессте Рома. Мысалға, команда капитаны болып жүрді, бәрін басын қосып жүрді. Бека Казгудегі, Абылай болды ол жерде. Кімдер көп қой өрді балдар ше. Қазір біразы Америкада өмір сүреді, біразы осында деген сияқты. Сондай балдар болды да. Кейін келе жиналған даже мысалға біздің өзіміздің братчикаларды айтатын болсақ, Марат Сырдариядағы. Нұрсұлтанның ұнайды маған ойыны. Ол ужас адам, оның ойнағаны енді. Как добивщик ретінде ол ужас. Но бірақ ауызбіршілікті командадан алып шыққан мен Марат деп ойлаймын. Сырдария деген команданы танытқан Марат деп ойлаймын өзім. Өзім мнением, ол біреудің мнениесі емес. Осы жақында Гүл әпшемнің киносына түсіпті, қатты қуандым. Мысалға сондай. Кейін келе мысалы Байдың балдары дейді бәрі. Байдың балдары десе кім? Ұланған еске түседі болды. Апайде оларды 10 жылдан бері сол команданы создавать етіп, айтурап келіп, жоғарғы лига чемпион болған деген Нұрымды бәрі ұмытып кетеді. Одан кейін Фемидада бәрі Азамат айтады, бірақ Есет команданың капитаны болып, бәрі ойбай бүйтейік деп жүрген. Боранқұлда да мысалға сол жерде кім еді ғой баста? Ол жерде шет жағындағы балдар Нұртай соларға добивкін бергенмен, Нұрбол бірінші дауыс бола тұра капитан бола. Ол қазіргіде ойнамайтын. Қазір қатты ойнайды, наоборот. Кезінде ол ойнамайтын. Но бірақ олар ауызбіршілігі, Эльдар элементтегі, одан кейін шыққан мысалы Қанат миллиондағы, тоже ол қатты добивщик болмаса да команданы ұстай білуі. Одан кейін кім болды? Мысалы ату дейміз, бәріміз Ғани или кім дейміз, Жалғас дейміз. Апайде маған Маган ойын ұнайды.
Мага да кейін мага қосылған. Мынау ұйымдастыру. сериалдары шыққан кезде ғой, мен метиспін, из меня деген не ол дегендерді кейін ғой тығып жүрген. Бірақ оны ұйымдастыруы, команданы алып жүруі, балдардың ауызбіршілігі, сол нәрсені қараймыз. Кейінгі шыққан қазір жастар таланттағы Мейрамбек мысалы. Хотя оны сен айта алмайсың, фронтмен ол қырады, жібаяды, бір өзі шықса да қатты ойнайды деп айта алмайсың. Ол бірақ команда былай алып жүруі. Мысалға да сондай командалар бар ғой. Орик Шапалақтағы. Хотя оның жайдарманшы қырғын бір не деп айта алмайсың ғой. Супер игрок деп айта алмайсың ғой. Елжан неде гранттағы есіме шығып бара жатыр. Мысалға да олар ойыншы да. Базар жоқ қазіргі таңда. Елжан, Нұрбол, Нұрсұлтандар шыққан ойындарда олар жыртады. Но бірақ ауызбіршілікпен команданы алып жүру, мен ойлаймын сол команда ішінде капитаны болмаса да бір балдар бар ғой анау. Сәл көрінбей қалатын балдар. Көрінбей қалатын балдар бар ғой. Бірақ солар кейін телевидениеда жұмыс істеп жүреді, или жаңағындай ішкі саясаттың бастығы болып кетеді деген сияқты ғой, мысалға да. Сценарист, жаңағы продюсер, әйтеуір бір жерде жаңағындай, егер творчествода болса. Мен мысалы сондайлар таң қаламын да. Мысалға аттарын аттап түстерін істемей қойын. Қазіргі таңда Алматыда көптеген проекттерге барсаң, маке қалай істейді, сөйлесіп тұрасың, ұялғаныңнан бүйтіп сәл танымай да тұрасың кей кездер. Сөйлесіп тұрсаң, танымай қалдыңыз ғой, мен пәленше деген командада ойнағам дейді. Болды. Мен мысалға ана кімнің Нұрмахандардың жанында жүрген Гала. Жоқ, Дархан танимын. Дархан ол Альянс. Мен ең любимый командам ғой. Мен билегем ғой оларды, білесің ба? Деп алдап жібере салайын сені. Мен билей алмай жүрмін. Мен де Альянсты сен де айттың ғой. Гала энерго деген командада ойнаған екен. Мен мысалы білмеймін соны. Көрдің ба? Уақыт өте олар шығып, ондай балдар ары қарап шығады. Целенаправленность бар да оларда. Бір не жеген уақыты бар да. Нұрмахан кәсіпті игрок ретінде мойындайсың ба? Бізде ойнаған ғой мысалы. Бізде ойнағанын ешкім білмейді. Системесінде ойнағанын ешкім білмейді. Но Нұрмахан сияқты ұйымдастырушы, стратег болғанда жаңағыда ойбай нан бүйтіп істе деп айтасың ғой. Бұл тындырып қояды ол. Қазір таңдада мен естідім, что ол именно интеллектін оқуды полный өзі ұйымдастырады. Балдар просто как актер ретінде, не ретінде, ведущий ретінде келеді. Өткен Даниярмен сөйлесіп, осылай жаңағы мынандай трейлерді салсақ боламыз. Нұрмахан ғой бастық дейді. Болды. Көрдің бе, сондай балдар. Нұрмахан шеше. Маған несімен ұнайды, ондай адамдар ары қарап не қылмайды да, сынып қалмайды, өзінің жұмысын істеп жүре береді. Так, ол тек бір команда, яғни 7 семьяның баласын әртүрлі семьядан алып, бір команда қылып, Қазақстан бір пигіне жеткен балдар, ол ары қарап 5-6 баланың басын қосып, бір пәйік істей алмайды деп ойлайсың ба? Істейді. Конечно. Сол ғой, ондай көбінесе көрінбейтін, жаңағы кадр сыртындағы жұмыстарды көрінбей жайдарманда істеп үйренгендер, как раз таки қазір Қазақстандағы телевидение, кино, шоу-бизнестің қазанында да қайнап жатыр ғой, солар жүр именно. Қай командадан үміт күтесің жайдарманда? СМН командасынан десең, ойнап айтамын. Так, үміт күтесің болғанда қалай? Болашақта осылар мықты болады деген ба? Қазір біреудің карьерасын сындап тастауға жылаймын жоқ. Хорошо. Қазір мен айтам. Басқалары. Оны басқалар әзіл түрінде летке шығарып, ертең оның бачетін шығарады да. Ойбай, ол бар екен. Мәкең сеніп жүргендері осы ма, шәріп атқандары деп ше. Лучше бидейікші, мен оларға бір совет айтайын. Жаңадан шығып келе жатқан командалар болса, просто қысқа нұсқа Марат Осаевтың стилін айтайын. Көп сөйлей бермей жұмыс істеңдер. Ең дұрыс сол деп ойлаймын. Көп сөйлейтін командалар көп қазір. Істеп жүрген жұмысынан сөйлеген сөзі көп. Давай былай істейік. Жайдарманшылар түсірген фильмдерден топ-3 за всю историю кино. Бірінші орында бизнес по-казахски. Жайдарманшы деп те айта алмаймын, бірақ
бірақ енді сен әзілдің қазақша КВН-ге қатысы бар адамдарға деп отқан шығарсың енді. иә Нұрлан Қоянбаев қой. Хотим этого, не хотим. Жаңа серпіліс, жаңа қазақ киносына жаңа бір буындап келген Қоянбаев қой. иә сосын действительно киноны да бизнес ретінде де жүргізуге болатын Бизнес по-казахски атының өзі не сол ғой. туралы иә Былайша айтқанда осыдан бизнес жасауға болады, ағайын жөндеп істесеңдерші деді ғой. Бизнес по-казахски бірінші орын қоямын, по-любому. Жайдарманшылар, КВН-ге қатысы бар адамдардың деп атсыз ғой енді, иә түсірген. Өзімнің топтарымды айта берсем бола ма? Екінші орынға мен Адельді қоятын едім. Адель Оскар Бисеммен. мхм. Ол кино вообще бір қырғын оның қазір осы эфирді көріп отқан бір 90% адам көрмеген де шығар. Гуглдан қазір іздейді. Іздесін. Берік Айтжанов ойнаған главный рөлде. Асель Садуакасова екеуі қателеспесем. Маған білмеймін, сол кезге қатты өтті. Вот прям білмеймін не екен. Может, мен сондай состояниеде жүрдім ба сол кезде. Может, маған сондай кино керек болып жүрді ма. Сол кино қатты өткен. Үшінші орынға ренжиді ғой қазір, бәрі бітіп тұрған шығар. Жизуха мен айт, анау мен айт деп. Былай қылайықшы, КВН саласына кімдер бар еді? Обширно қарасақ көп енді. Мысалы? Кеше шығып жатқан ауру, дәстүрде КВНщиктер айтты. Кешегі шығып жатқандарды айтқым келіп тұрған жоқ. Неге десең, барып көрген жоқпын. Оны қазір мен ойбай ауру мықты екен, дәстүр мықты екен, болмаса ана мықты. Барып көрген жоқпын, уақытым болмады барып көруге. Мойындау керек қой енді, көрмеген нәрсе көрмедім деп айтқан дұрыс қой. Чем көре тұра, көре алмадым дегеннен гөрі, көрмедім деген дұрыс болады деп ойлаймын. Көрген киноларымды айтып жатырмын. Да, үшінші орынға өзім түскен класстарды қоя салайыншы. Ол да Алиш қой сценарийін жазған. Вот почему. Қазір мен бастығым ғой қазір. Қойшы? Иә. Алиш қой сценарийін жазған. Алиш болын площадкада жүрді еще. Бізге кейбір нәрселер. Мен саған бір қызығын айтайын, негізі полицейский рөлін мен ойнауым керек болған. Бадыққа жүріп кіретін да? Иә. Очоу менің рөлімде тамада ойнау керек еді. Сөйтіп мен ол уже олардың бәрі таңдалып болған кезде барам да, милицияны ойната алмаймын, сөздің ашығына келгенде. Сөздері келмейді маған. Сосын Ернар тұрады да айтады, тамадан беріп көріңдерші дейді. Мен тамадан ойнаймын да, олар айтады. Онда очоуға милицияны беріп көріңдерші дейді. Екеуміз, короче, киіледі ғой екеумізге. Соң айтады, давай екеуіңді ауыстырайық дейді. Очоу давай дейді. И сол жерде ол, понимаешь, структурасы сәл өзгереді ғой, актерлар ауысқаннан кейін. И әзілдеріміз сәл кейбір жерлері келмейді да. И Алиш пришлось прям площадкада жүріп, біраз нәрсені өзгертуге. Да, бүйтіп айтып көрші, брат, бүйтіп айтып көрші дейді. И сол жерде уже көп нәрселер, кейбір нәрселер импровизмен де шықты, кейбір нәрселер сол күні шықты деуге де болады. Сонысымен, өзім түскен кино не қоймағам. Криштиану Роналдоға да кім ең мықты футболист десе өзім бірінші орын қойды, үшінші орын өзімді болып қойды. Тұрған ештеңе жоқ. Қолымда тұрған жоқ па? Үшінші орын қолымда тұрған ғой, бере салайын. Енді ешкім ренжімейді деп ойлаймын, ренжісе де енді... Жоқ, есіме түспеді просто, есіме түспеді. Мен қазір енді інілерім түсірген кинолар бар, жаңағыдай айтып жатыр қой, көп қой. Оның бәрін айтсам, енді өтірік болып қалады деп ойлаймын. Өзіме ұнайтын деп сұрадың ғой сен. Иә, өзіңнің топ үшін. Мен просто не үшін бизнес по-казахски айтқанымды айтайын саған. Менде нонсенс болған туын. Бизнес по-казахски бірінші Қазақстан түсірілді ғой, анау нелерде. Кейін олар шетелге барып, екіншісі ме Америкада түсіргені? Иә. I go to school, сол Америкадағысы ғой, иә? Шок болған туын. Мүмкін ба не осындай жас? Жоқ, мүмкін ба емес, оказывается, можно было деген. Иә, Типа, бәріміз сондай. оказывается, мынау болады екен ғой. И сосын ол кісі де қайтпады ғой.
Корея, Турция бәрін ұрды ғой. бәріне барып И келді. сосын мен ака кейіннен ол бір мейнстрим сияқты болып кетті ғой. Таиландқа, Вьетнамға, Кореяға жан жаққа барып түсіруші андай оңай қай жерде түсіріп жатсыңдар десе ше, Камбоджа десе бір сарыағашта жүргендей қылып айта беретін болдық қой. И что шетелге барып түсіру, оказывается осыншама адамды апарып түсіру болады екен ғой дегенде мен базар жоқ дегем. Иә, біріншіден қазақша кино өзімізде Қазақстанда, екіншіден оны бизнесқа айналдыру, сосын оны шетелге барып түсіру деген кәдімгі концептуально стратегический жоспарымен міне деп алдымызға Кстати, тастай брат салды или ғой. брак бірінші несі маған ұнаған. Бірінші часть ұнаған. Сабуровтар ойнайтын кезде. Иә. Оны Ол дальше кезде- жаз. иә, ол кезде вообще составына таңғалған мен. Оказывается, мынандай монстрларды бір жерге қосып жіберуге болады екен ғой деп. Көп ондай ұнайтын кинолар ше, андай состав жағынан, сценарий жағынан. Енді әркімнің өзінің мнениесі ғой. Иә. Жайдарманшыларды айтпаймыз ба? Жеке айттық, иә, общий. Бәрін айтып шықтық қой. Иә, бәрін айттық вроде. Бұйыртса кино міне деп аз қалды, шыққалы жатыр. Қандай үміт күтесің? Мен ойымша ешқандай қиытсыз, ешқандай ұрыссыз, мыналар бүйтіп жатыр екен ғой, мыналар бүйтіп жатыр екен ғой дегізбей ақ сұранамыз әрине, келіңіздер деп. Сұранамыз, келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер, жақсы болса жақсы деңіздер, жаман болса жаман деңіздер. Өйткені жаман дегеннің өзінде, значит, мына жағын түзелу керек екен, мына жағын просто андай жаман деп қоя салмасын да. Жақсы жақтарын жазсын, жаман жақтарын жазсын, біз түзелуге тырысамыз. Әйтеуір кез келген нәрсе келе түзеледі ғой. Сол сияқты көрейік деп кіріп отырмыз. Барлықтарыңызды шақырам. 22 қаңтардан бастап, қателеспесем, 22 қаңтардан бастап барлықтарыңыз Қазақстанның барлық кинотеатрларында и Пхукеттің бір театрында көрсетеді. Әмин. Саймон Кабаре деген. Сол жерде көрсетеді, сол жерге келіңіздер. Мынандай ғой, просто бір душевный комедия көріп кетіңіздер, келіп, күліп, ойнап, еске алып, жас шақтарыңызды, может, кезінде бізбен араласқан достарымыз бар шығар, қазір араласпай кеткен, ешқандай зуб ұстамай, кезінде әйтеуір бір дастарханнан тамақ жедік қой деп келіп көріп кетіңдер. Әйтеуір кезінде бір кісі айтып еді, не болды, есіңде жоқ па, 2012 жыл Сарыағашта бір тойда болып қой, мен сол жерде қонақ болып отырдым деп. Соқсап 800 адамды тойлар ғой бізде Сарыағашта. Бәрін тануым керек қой 2012-ден бері. Соқсап бір тойда болса да жоқ болған достарымыз болса, барлықтарымды шақырам, келіңіздер, көріңіздер. Сіздерге деген бір шашуымыз болсын, сіздерге деген бір жаңа жылдық көңіл күй болсын. Осы киноны көріп алып, Алла қаласа бір жыл болса да хотя бы көңілді жүргілеріңізге кепілдік береміз. Мен барлық жігіттерден сұхбаттың соңында жаңағы алғыс айтқызып алдым да. Біздің киномыз бас жағында байқадың ба? Әйелдердің сөзін сөйлейтін фильм деп жазылған. Кім жазған соң? Сен жазғансың ба? Жоқ, Шапағат. Әйелдердің сөзін сөйлемейміз ба? Режиссер ғой. Түф. Қазір ғана грин флаг болып отырып. Жоқ, қара. Жаңа өзің айттың ғой, мамам досым, иә. Бізде мысалы Шапағат келіншегіне, Ералаш мамасы мен келіншегіне қолдап жүргендерің үшін рахмет деп айт. Кімге сөйтіп айтар едің? Мүмкін анаңа, мүмкін білмеймін. Басқа бір адам бар шығар сондай. Бидекші, жақындарымызға күнде айтамыз ғой, рахмет. Біріншіден Алладан тілейміз, дұға етеміз. Бірақ Қазақстандағы бүкіл достарымызға рахмет айтқым келеді. Тек Шымкенттегі емес, бүкіл Қазақстанда осы кино басталғалы бері қалай деп сімілі деп бастадық, ол кино не туралы, қандай деген сұрақ болған жоқ. Бүкіл достарымыз бізге сәттілік, давайте вперед, қаншама жыл болды күтіп отқанымызға деп сөйтіп жазып отыр. Нағыз достар, жанашырлар, барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Достықтың калиткасы мәңгілікке жабылған жоқ. Әлде де дос болуымыз мүмкін. Сондықтан да
барша достарымызды шақырамыз. Барша таныстарымызды шақырамыз. Барша көрермендерді шақырамыз. Сіздерге алғыс айтамыз. Сол жерде кинотеатрға баратын шығармыз. Сол жерде де алғыс айтамыз. Құдай қаласа. Предпоказда. Предпоказда барлықтарыңызға менің атымнан 500 билет. Қай кинотеатр екенін айтпасам болды ғой. Болды. 500 билеттен бүйтіп қарақап болмай. Деп қарадың ғой. Осындай әдемі нотада стоп дей берсек болады. Рахмет көп. Все. Әлі ұстап тұр, тыныш. Стрим ба? Мен деген артық бірдеңе айтып қоюдың шеберімін ғой.